Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бұйырса мына бір краска пультке кішігірім обзор жасайын деп отырмыз. Біздің гараждағы ең алғашқы қымбат краска пульт. Біз үшін енді қымбат болғанмен, бұл негізі бюджетный краска пульт болып есептеледі. Біраз уақыттан бері ойда жүрген болатын, бірақ біз асықпай жұмыс істегеннен кейін ақша жағынан үнемі қиындықтар болады. Әнімін деп біраз жүріп қалдық. Енді Каспий аман болсын деп бөліп төлеуге 122 мың теңгеге алып отырмыз. Лактеде краскеде де қиындық туындамасын деп дюзасы 1/4 краска пульт тапсырыс бердік. Қалай болатынын білмейміз, енді алдағы уақытта жұмыс барысында көре жатармыз. Ашып көрейік. Шағын қорапқа бәрі салынған. Мына жақта нұсқаулықты соңында оқып шығамыз. Жалпы не үшін мынаны тапсырыс бердік? Ең бірінші плюсы бұл салмағы жеңіл, әрі сырты пластик. Пластик екені бірден қолға байқалып тұр, қолға жылы сезіліп тұр. Салмағы жеңіл болғандайда тек мынаның өзі қателеспесем 360 грамм деп көрсетілген болатын, нақты есімде жоқ. Жалпы пластик екені бірден байқалады, қолға ұстағанға ыңғайлы, жылы сезіледі. Жалпы мына жақта басы бізде қателеспесем 0,25 резо. Міне шарт ашқан кезде ашыла салады. Осылай. Басының айналуы оңай. Мына жақта тағы да бачок бар. Бұл бізде 600 мл. Әрине үлкен. Сосын мына жақта бізде манометр бар. Мына жақта сосын мынандай кілті бар. Кілті де қолға ұстағанға ыңғайлы, темірде сапалы сияқты. Енді көпшілік айтып жатқан негізі мына жақта бізде мынаған киілетін быстрый съемға насадка жоқ деп жазған. Мына жақта да сондай екен, насадка жоқ. Енді кішкентай нәрсе, бірақ салып жүрсе негізі әдемі болар еді. Қазір енді үйдегі пистолеттерді алып қосып көреміз. Мынаның ішінде де мынандай ремкомплект бар, май щеткасы, мына жақта резиналары бар, фильтрі бар. Қазір енді бәрін қосып жинап көрейік. Жинап қойдық. Енді біз пайдаланып жүрген краска пульттермен салмағын салыстырып өлшеп көрейік, қалай болады екен. Бірінші мынаның салмағын тексеріп көрейік. Бізде манометрмен бачок. Мына жақта фильтр жоқ, бізде насадкасы жоқ. Ішінде ештеңе жоқ. Айтпақшы, мынаның резосы 0,25 екен. Айналдырып отырудың керегі жоқ. Міне толық қатқан кезде 0,25 аша саламыз. Қайта айналдырып отырудың керегі жоқ. Қазір енді өзінің салмағын көрейік. Әлі мына жаққа фильтр қосылу керек, сосын насадка қосылу керек. 665 грамм. Қазір мына жаққа біз фильтр қосайық. Мынандай фильтр артына кигіземіз. Сосын бізде мынаның артына насадка ілу керек. Быстрый съемға. Жалпы дайын салмағын қанша болатынын көрейік. 775 грамм. Енді осы уақытта қазір біз соңғы уақытта пайдаланып жүрген тулбардың мынандай краска пульті. Бізде мына жақта манометр жоқ, фильтр ғана бар. 820 грамм. Маған жетті қазір бізде. 775 грамм. Мына жақта бізде плюс манометр бар. Қазір манометр дап, тек фильтрмен тура мынандай жағдайда салыстырып көрейік. Міне бізде екеуі бірдей жағдайда тұр. Астында фильтрмен насадкасы ғана. Салмақтарын өлшейік. 630 грамм. Енді қазір мынаның арасына мен мына бір Қытайдың танымал краска пультін қосқым келіп тұр. 630 грамм. Мына бізде енді жеңіл краска пульт, салмағын көрейік. 680 грамм. Соның өзінде мынадан ауыр болып тұр. Бірақ мына краска пульт, мынаны айтпай ақ қойын, енді мынаның шашқаны шаша алмайды. Екеуін салыстыруға мүлде келмейді. Мына бізде 820 грамм. Айырмашылық жер мен көктей. Бұл енді толық бояған кезде көлікті кәдімгідей білдіреді. Мына бізде әлі бос тұрған кезде, бұның үстіне әлі біз краска құйған кезде бұл 300-400 грамм тағы да қосылады. Толық көлік бояған кезде қолға біраз салмақ түседі. Бізде енді мына манометрін қосқанда бізде салмағы 775 грамм. Соның өзінде мынаның салмағына жетпей тұр. 820 грамм.
қазір енді мына краска пульттің өзінің көрсетілген бағанағы қателеспесем 360 грамм деген рас па өтірік па, соны тексеріп көрейік. $345 грамм екен. Мен енді мүмкін қателескен шығармын, 360 деп 345 деп көрсетілген болуы мүмкін. Жалпы жаман емес. Мына жақта енді қолға ұстаған кезде мына жерден қазір сіздерге көріне ме көрінбей ме, мына жер томпайып қолға ұстағанға ыңғайлы етіп шығарылған міне. Ал мына жақта ондай емес. Мына жақта мынандай теп-тегіс болып тұр, көрініп тұр ма көрінбей тұр ма. Мына жақта кәдімгі томпайып қолға кәдімгідей ұсталады, ыңғайлы өте. Енді мына краска пультті мыналармен краска шашып отырып салыстыруға келмейді, салыстыратындай жағдайда емес. Енді көрсете кететін жағдай, бұл енді қатты бір маңызды нәрсе емес, бірақ мына жақтағы міне 0.25 дейтін резьба ұшындағы міне ашылды. Тазалау үшін арасында ашуға тура келеді. Міне қолды бір айналдырған кезде ғана ашылып тұр. Ал мына жақта бізде ондай емес. Қазір қатып тұр, мында қазір босатайық. 1,5 оборот бұл. Бізде мына енді қанша оборот екенін ұмытып та қалдым. Жалпы осындай. Мына краска пультпен енді ұзақ барудың керегі жоқ, оны көпшілік біледі. Бірақ мына тулбар дейтін краска пультінен жамандық көрген жоқпыз. Өз жұмысын әдемі атқарды. Бізде қателеспесем 2 жылдай жұмыс істеген сияқты бұл. Мынаны алған кезде, негізі краска пульт алатын кезде мына жеріне қараған дұрыс. Мына жақта бізде ауа шығатын тесіктері жан-жағында айналған. Бір жерден емес. Қазір мысал ретінде мынаны көрсетейін міне. Ауа шығатын мына жерде, мына біреу ғана. Бұл деген сөз, мына екі мүйізінің ортасында емес, мына жағында тұр. Бұл мына мүйізге көбірек ауаны береді деген сөз. Ол деген сөз бізде красканы қисық шашады деген сөз болып тұр. Орта бағадағы 50 мың 40 мыңдық краска пульттерде бар, тура осындай жерден тесілген. Ол деген сөз ауаны бәрібір қисық береді, оны алғаннан пайда жоқ. Одан да ішін ашып қарап, мына жерде тесіктері майда-майда жан-жақты тесік болғаны негізі ыңғайлы болады. Мына жақта да сондай қазір бізде көрсетейін. Айналасында тесік. Мына екі мүйізіне ауаны бірдей жеткізеді. Сол кезде бізде краска қисық емес, түзу шашады. Бұйырса енді келесі видеоларда мына краска пульттің қалай жұмыс істейтінін айтып көрсетіп отырамын. Жалпы осы суммаға алғаннан пайда бар ма, жоқ па, қаншалықты жұмысты оңайлататынын барлығын келесі видеоларда жұмыс барысын көрсетіп отырамын. Бүгінге енді осымен аяқтайық. Видеоны лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.